Баршаңызға сәлем, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Ақмаңсар Бүркітбекұлы. Бүгінгі сабақта біз жалпы логика тақырыбына арналған осындай көрнекілік веб-сайтымыз арқылы өтпекшіміз, бірақ та мен қазіргі уақытта сіздерге осының сілтемесін де ұсынатын боламын, және де оны қалай жасауға болады бұндай сайтты дейтін болсаңыздар, біз жасандық интеллект курсын аяқтап та қалдық. Соның ішінде осындай детальдардың барлығын біз қарастырып жатырмыз. Жалпы сайттың өзін біз примерно 10-15 минуттың ішінде жасап шықтық, тек қана сұраныстың арқасында. Бірақ та ішіндегі контент, ішіндегі жасалған дүниелердің барлығын біз өзіміз эксперт ретінде тексере алуымыз керек. Ол кез келген жасанды интеллекті құралдарымен жұмыс жасасаңыздар да, ол ақпаратты тексеріп отыру адамның құдіреттілігі екенін ұмытпаңыздар. Енді бұл сайтты қалай жасау туралы емес, бүгінгі сабағымыз логика тақырыбын интерактивті түрде үйренуіміз. Жалпы логика тақырыбын өздеріңіздің сыныптарыңызда, ұбт-ға оқушыларды дайындаған кезде интерактивті түрде үйреткіңіз келетін болса, міндетті түрде осы сайтты пайдалана берсеңіз болады. Бұның сілтемесін сіздерге қазір мен ұсынатын боламын. Құрметті әріптестер, бұл сайт айттым, жаңа жасанды интеллект құралдары арқылы жасалды. Промпттар жаздық, детальдар бердік, ішіндегі мәліметтерді енгіздік, кітаптардағы ақпараттарды барлығын ұсындық. Ол бізге интерактивті түрдегі осындай сайт жасап берді. Бұл жақта не бар? 5 операциямыз бар. 5 операцияның 25 плюс практикалық тапсырмалары бар. Оны тексеруге болады, өзіміз түсіндірмесін қарауға болады. Сонымен қатар 50 тест сұрағымыз бар. 50 тест сұрағында түсіндірме жоқ. Сонымен қатар бұл 3 тілді поддержка жасайтын, яғни қолдайтын веб-сайт болып отыр. Деңгейлік тапсырмаларымыз және де біздің логикалық операцияларымыз қандай? Қараңыздар. Конъюнкция және операциясы, дизъюнкция бізде қосу операциясы, содан кейін инверсия, терістеу операциясы, импликация операциясы бар және де эквиваленция операциялары бар. Осы импликация мен эквиваленция көптеген ұстаздарымыз қиналған болатын осы ақпан тесттерінде, ПБВ тесттерінде. Сондықтан да бұл екі ақпаратқа мұқият болайық. Ондай болатын болса, оқуды бастау батырмасын басқан кезде біз теориялық бөлімге өтеміз. Теориялық бөлімде біз кез келген теориялық ақпаратты, кез келген операцияны таңдап, осының ішіндегі практиканы орындай берсек болады. Енді мен біріншісін ғана көрсетемін, одан кейін барып бізге қиын соққан импликация, эквиваленция ақпараттарына тоқталып өтемін. Қараңыздар, конъюнкция ақпаратын ашатын болса, конъюнкция ақпаратында бізде анықтамасы тұр. Жалпы конъюнкция дегеніміз екі сигналдың бір-біріне көбейтіндісі. Конъюнкция көбейту крыша деп жаттап алсаңыздар болады. Неліктен дейтін болсаңыздар, ККК получается конъюнкция деген сөз мынау крыша сияқты ұқсас болған символмен сайма-сай. Бұлардың барлығы конъюнкция, крыша, көбейту операциялары бір-біріне теңдей болып келеді екен. Енді және болғандықтан, логикалық операция болғандықтан, мынау А, Б дегендеріміз пікір болғандықтан, олардың мәліметтері болады. 0 дегеніміз жалған, 1 дегеніміз шындық. Енді қараңыздар, бұлардың арасында бүкіл ақпараттардың барлығын біз ақиқат кестесі арқылы тексере аламыз. Мысалға, А 0 болып тұрған кезде Б менде 1 болады. Болмаса ол 0 болады. 0 болып тұрған кезде екеуін көбейтетін болсаңыздар, екеуінің нәтижесі 0 болады. Яғни екеуінің біреуі, А мен Б-ның екеуінің біреуі ғана орындалмай қалып тұратын болса, яғни 0 мәні болатын болса, ол жақта 0 мәні шығады деген сөз. Егер де екеуінің біреуі бізде 1 мәні шығатын болса, бізде екеуі де 1 мәні шығатын болса, бізде нәтижеде көбейтудің нәтижесі 1 мәні шығады екен. Енді ақиқат кестесіне назар аударайық. Ақиқат кестесінде бүкіл комбинацияларымыздың барлығы осы жерде ұйымдастырылған. Мысалға, А кестесі үшін А 0 болып тұрған кезде Б 0 болады. А 1 болып тұрған кезде Б мәліметі пікірі 0 жалған, яғни 1 шындық бола алады екен. Енді сол ақпараттарды конъюнкция операциясын орындайсыздар, көбейтесіздер, сонда бізде нәтиже шыға кетеді. Сонымен қатар бұл тақырыптың аясында негізінен бізде енді екі айнымалымен түсіндірмелер беріліп тұр, бірақ та бізде көптеген айнымалылар арқылы осындай ақиқат кестесін құра алуымыз керек. Енді бізде екінің дәрежесі арқылы жұмыс жасаймыз. Егер де бізде екі айнымалы болатын болса, екінің екі дәрежесі 4 ақ нөлдер мен бірлер комбинациясы болады. Егер бізде 3 айнымалы болатын болса, екінің 3 дәрежесі 8 нөлдер мен бірлер комбинациясы болу керек. Оны міндетті түрде ұмытпаймыз. Енді қараңыздар, айттық, біз 0, 1 ол комбинацияларымыз көбейтуге әсер етіп тұр. Одан кейін барып біз мынандай белгілерін де біле алуымыз керек. Көбейту қалай жасалу керек, конъюнкцияның белгіленулері және and, амперсант белгісі, мынандай көбейту белгісі, болмаса А мен Б-ны бірге жабыстырып қойған белгілері де болуы мүмкін. Сонымен қатар ең соңғы ақпарат ол логикалық схема. Логикалық схемада негізінен бірнеше стандарттар бар.
солардың бірегейінің біреуі бізде мынау ANSI стандарты деп аталады. Бұл жақта тік-төртбұрыш қолданылады. Тік-төртбұрыштың ішінде бізде мынандай амперсант белгісі қолданылып тұрса, біз сигналдарды не істеп жатырмыз? Көбейтіп жатырмыз деген сөз. Егер де екі сигналымызда минусовой, яғни теріс 0-0 деген ақпарат болатын болса, шығыс ақпараты 0 болатыны айдан анық. Ал егер де біз бұл ақпараттарды бірге көбейтетін болсақ, мысалы мынау А-мыз 1, яғни шындық ақпараты, оны 0 көбейтетін болсақ, 0 ақпараты шығып тұрғанын көріп тұрсыздар. Ал егер екеуі де 0 болатын болса, бізде екеуі де 1 болатын болса, бізде көбейту шығыс нәтижесі 1 деген мәнді қайтара алады екен. Мысалдарға да назар аударамыз, және де келесі тақырыпқа біз көшіп кете берсек болады. Бұл жерде енді ескерте кететін жағдай біреу-ақ, бұның басқа да логикалық схемалары бар. Бұл логикалық схемалардың түрлерінде сіздер міндетті түрде рестарттағы орналасқан жаңағы логика сабағының фундамент сабағын міндетті түрде қарап шығыңыздар, егер де бұл сабақ түсініксіз болып жатқан болатын болса. Бір ғана мысал, күн шықты және ауа райы жылы дейді. Күн шықты және де ауа райы жылы. Ауа райы жылы болады тек қана қай кезде? Күн шыққан кезде, екеуі де орындалған кезде бізде ауа райы жылы болады деген сияқты әңгімемен келтіріп тұр мысалдарымызда. Сондықтан да және екеуі де орындалу керек, чтобы біздің нәтиже шындық болу үшін. Келесі тақырыпқа өтейік. Келесі тақырыбымыз бізде оңай, бізде ол дизъюнкция деп аталады. Бұл қосу операциясы. Екеуінің біреуі ғана 1 болатын болса, хотя бы біреуі 1 болатын болса, бізде нәтиже 1 болып кетеді екен. Ол немесе деген операциямен саймаса, өйткені мынау орындалса, немесе мынау орындалса деген сияқты шарт қоямыз, сонда екеуінің біреуі орындалған жағдайда бізде нәтиже 1 деген шындық мәліметін береді екен. Міне көріп тұрсыздар, екеуі де 0 болған жағдайда ғана бізде 0 ақпараты, ал қалған жағдайларда А 0 болатын болса, Б 1 болатын болса, бізде 1 ақпараты, 1 0 болатын болса, 1 ақпараты, 1 1 болатын болса, 1 ақпараты. Бұл жерде біз қосу операциясын орындап жатырмыз. Белгіленуі международный стандарт бойынша осылай. Екеуінің біреуі 1 болатын болса, бізде 1 ақпараты шыға береді. Екеуде 0 ақпарат болатын болса, бізде не болады? 0 ақпараты шығыс мәліметі болады екен. Бізде мынандай мысал келтірген, студент А бағасын алды, немесе Б бағасын алды. Көріп тұрсыздар ғой? А бағасын алады, немесе Б бағасын алады. Сол кезде ол уже бағасын шығарып тұр. Немесе деген арқылы біз либо бірінші шарт орындалады, либо екінші шарт орындалатынын белгілеп тұрмыз. Бұл бізде дизъюнкция операциясы. Дизъюнкция операциясында уже крыша емес, бізде бұрышымыз, крышамыз керісінше қарап тұр. Бұл жақта енді дизъюнкцияны осы белгішемен қосымша жаттап алсаңыздар болады. Сонымен қатар қосу операциясы жазылады, болмаса сызықша жазылады, OR операциясы немесе сөзде жазыла беруі мүмкін. Сонымен қатар логикалық схемасына қайтадан назар аударамыз. Бұл жақтағы логикалық схеманың ерекшелігі, бізде стандарттарымыз бар, басқа да кітапшаларымыздағы және де фундамент сабағындағы схемалардың барлық түп нұсқаларында қарап шығуды ұсынамын. Келесі тақырыбымыз бізде терістеу, инверсия. Инверсияда білесіздер, 0 ақпараты кіретін болса, біз оны терістейміз, 1 ақпараты қылып шығарамыз. 1 ақпараты кіретін болса, оны 0 ақпараты қылып шығарамыз. Мысалы, 0 ақпараты ол 1-ге айналып кетті. 1 ақпараты ол 0-ге айналып кетті. Сонда А айнымалысы болатын болса, оның екі ақ жағдайы бар. 0 болады, 1 болады. Енді терістеу арқылы біз соны 1-ге, болмаса 0-ге ауыстыра алады екенбіз. Мына жерде логикалық схемамыздың несі болып тұр? Кіріс ақпараты 0 болып тұр, ол шығыс ақпараты 1-ге айналып тұр. Ал 1 болатын болса, ол 0-ге айналады екен. Бұл жерде ескере кететін жағдай мынау шеңбердің орналасуы. Кез келген схемаларда бізде егерде шеңбер соңғы жағында тұратын болса, ол терістеуге саймасай. Енді есік ашық емес дейді, көріп тұрсыздар, терістеп тұрмыз. Есік ашық болатын болса, біз ашық кіре алатын едік. Егерде ашық емес дейтін болсақ, ол есік жабық деген сөзді білдіреді деген сияқты инверсия операциясы. Енді келесі операцияларға тоқталып өтейін. Келесі операцияларымыз бізде импликация деген операция. Бұл жерде енді мынау анықтамасын айтып барлығын детально қарастырудың да қажеттілігі жоқ. Бізге негізінен практика жүзінде қолдана алсақ, бұл жердегі бір моментті ғана жаттап алсаңыздар болады. Бізде ақпарат, егер алдыңғы ұсыныс ақиқат, ал кейінгі жалған болғанда ғана бұл жалған ақпарат беретін операция импликация, стрелка операциясы. Получается, 1-ден 0-ге қарай ұмтылған кезде ғана біз 0-ді шығарып бере аламыз. Қалған жағдайлардың барлығында позитив, то есть получается бізде бір ақпараты шыға береді. Бұны осы моментте жаттап аласыздар. Импликация қалай жұмыс істейді, импликация қалай белгіленеді стрелкаларыңызда және де белгіленулеріңізде, және де оның операциясы қалай жұмыс жасап тұр. 1-ден 0-ге баратқан кезде ғана 0 ақпараты. Ал қалған жағдайлардың барлығында бізде бір ақпараты екен, құрметті әріптестер.
Міне осындай импликация операциясы болды, ол да шатастыруды көптеп ұсынды біздердің ұстаздарымыздың арасында. Енді соңғы операциямыз бізде эквиваленция. Эквиваленция екі ұсыныстың шындық мәндері бірдей болғанда ғана ақиқат болатын логикалық операция. Эквивалент деген сөздің өзі бір-біріне тең деген сөзді бізге айтып бере алады. Сондықтан да құрметті әріптестер, бұл жақта екеуі бір-біріне тең болып тұрған жағдайда ғана сіздер шындық ақпаратын, ал әртүрлі болған жағдайда біз жалған ақпаратын бере алады екенбіз. Міне бізде эквивалентті ақпараттар 0 мен 0 1-ді береді, 1 мен 1 1-ді береді. Міне осындай қызықты ақпарат. Міне осындай ақпараттарымыз және теориялық практикалық тапсырмаларымыз. Енді сіздердің еншілеріңізде қандай тапсырмалар болады? Бұл практикалық тапсырмаларға өтесіздер, сөйтесіздер де 25 практикалық тапсырмаларды өз беттеріңізше орындайсыздар. Бұл жалпы қайталау сабағы емес, құрметті әріптестер. Жалпы бұл жерде егерде фундамент сабағын қарап шыққан болатын болсаңыздар, бұл сабаққа уверен болып тұрған болсаңыздар, міндетті түрде уже практикаға және тестке кірісіп кете берсеңіздер болады. Ал егерде бұл сабақ жап-жаңа болып тұратын болса, міндетті түрде сіздер не істейсіздер? Жаңағы рестарттағы логика сабақтарын қарастырып, содан кейін барып осы жаққа келсеңіздер, практикасын және де тестін орындай аласыздар. Бұл тақырып бойынша да бізде осы әрбір тест нұсқамызда 3-5 сұрақтан келіп жатты. Сондықтан да бұл сұрақтармен де оңай жұмыс жасай алуымыз керек. Мәселен, бірінші тест тапсырмамызды бірге орындайық. А мен Б екеуі көбейтіліп тұр. Бұл бізде конъюнкция. А 1 болатын болса және Б 0 болатын болса, бізде қандай мән аламыз? 0 деген мән аламыз. Сондықтан да тексеру батырмасын басып, міне түсіндіруді де көре алады екенбіз. Кейбір жағдайларда, мысалы, мынандай символдарды енгіз деген сияқты моменттер болады. Сондықтан да оны осы жерден прям көшіріп алып, жаңағы жауапқа сала берсеңіздер жарасады, құрметті әріптестер. Ондай болатын болса, бұл енді түсіндірме бойынша, өйткені көмегі бар. Түсіндірме бойынша әрбір сұраққа сіздер дұрыс жалған жауап берген жағдайда олар түсіндірмелерін салып отыратын болады. Ал егерде қате жауап алатын болсаңыздар, міндетті түрде маған жазыңыздар. Бұл заттардың барлығын мынау веб-сайттың өзінен өзгерте береміз. Енді келесі мәселе ол тест. Келесі мәселе тест. Бүгінгі сіздердің тапсырмаларыңыз негізі осы деңгей бойынша тесттеріңіз. Әрбір тестті кезек-кезек орындап шығасыздар. Сөйтесіздер де нәтижесін жалпы кіммен кураторларыңызбен міндетті түрде бөлісесіздер. Бұл жақта енді оңай сұрақтар басталады, содан кейін барып уже қиын сұрақтарға көшіп кететін боламыз. Қиын сұрақтарда уже комбинациялар, операциялар комбинациясы және де көптеген ақпараттарымыз ұсынылады. Ең соңғы ақпаратымыз ол анықтама. Бұл жақтағы ақпаратта сіздер дәптерге түсіріп, ол ақпараттармен автоматты түрде еске түсіріп жұмыс істей алуымыз керек екен. Бұл жақтағы операцияларға байланысты белгіленулері, формулалар, заңдарымыз, сонымен қатар мынау нелеріміз, ақиқат кестелеріміз және де соңғысы қалып кеткен бұл жақта логикалық схемалар. Логикалық схемаларды айттым. Кітапшадан да, жаңағы фундамент сабағынан да міндетті түрде қарастырып шығуды ұмытпаңыздар. Міне құрметті әріптестер, бұл бізде біздің жасанды интеллект 15 минутте жасап берген, функционалын жасап берген веб-сайтымыз. Әрине бұл жақта промпты жаза алуымыз маңызды, бірақ та енді ішіндегі контент, жаңағыдай сұрақтар, тапсырмалар, ішіндегі жазылып жатқан қазақша ақпараттарымыз біз сапалы түрде ала алуымыз керек. Бұлардың барлығын сіздер қазіргі уақытта менің мына уақытша домен арқылы кіре аласыздар. Ansarakim.versal.app деген сайтқа өтесіздер. Мен сіздерге сілтемесін жіберетін боламын. Сол сілтеме арқылы уже осы сайтқа доступ алып, оны өздеріңіздің сабақтарыңызда пайдаланамын десеңіздер де, болмаса жаңа оқушыларды, жаңа ұбт-ға дайындаймын десеңіздер де пайдалана берсеңіздер, нұр үстіне нұр. Ең бастысы жалпы бұл сайтта тегін тұрған сайт болатын болса, оны басқа жақтарға сатудың қажеттілігі жоқ, құрметті әріптестер. Осындай сайттарды, осындай дүниелерді, мысалға ішіндегі ақпаратты қалай редактировать етеміз, оны қалай жаңағы GitHub-қа саламыз, оны қалай онлайн доменге саламыз, серверге қалай саламыз деген сияқты сұрақтар сізді мазалайтын болса, және де өздеріңіз идеяларыңызды осылай сайтқа шығарғыларыңыз келетін болса, жасанды интеллект курсында сіздерді міндетті түрде күтетін боламын, құрметті әріптестер. Ол жақта біз егжей-тегжейлі осындай детальдардың барлығын қарастырып жатырмыз. Жасанды интеллект дамып жатқаны айдан анық, ол бір орында тұра бермейді. Сондықтан да оны да игеріп жүріңіздер. Сіздер информатика ұстазы болғандықтан міндетті түрде ол сіздердің бір андай супер оружияларыңыз болу керек қой негізінен.
Жақсы, құрметті әріптестер, сау сәлеметті болайық. Менің ойымда қазіргі уақытта әрбір тақырып бойынша осындай веб-сайттарды, осындай көрнекіліктерді қазақ тілінде молынан көбейту, сапасында және де осындай интерактивностьті барлық жағынан интернетте жаңағы информатика пәнін оңай түрде игеретін материалдарды жинақтау. Сондықтан да мен мына жақта команда жинап жатқанда себебім солай. Командамен жұмыс жасаймын дейтін болсаңыздар да жекеге шықсаңыздар болады. Мынау тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, жекеге шықсаңыздар болады. Егер тесттерде сұрақтар, жаңағы қиындықтар болмаса, жаңағы дұрыс емес мәліметтер тауып алған болсаңыздар, жекеге шықсаңыздар, бұл сіздердің сосы қазақша контентке салған үлестеріңіз деп білемін. Жақсы, құрметті әріптестер, сау сәлеметті болайық. Келесі талдауларда, келесі видеоларда аман есен жолыққанша сау болыңыздар деп осы жерден аяқтаймын.